Әрбір мерекенің басы осылай кітап оқумен басталады. Бұл балалар мен ата-аналар жиналып назарларын шоғырландыру үшін. Оның үстіне Жапонияда барлық адамдар кітап оқуға ерекше мән береді. Бұл туралы келесі видеоларда айтамын. Барлық дерлік іс-әрекеттер осылай музыкамен, көп жағдайда пианиномен сүйемелденеді. Әрі ата-аналарды балалармен бірге қатыстыру ерекше маңызды болып есептеледі. Бас иіп сәлемдесу жапондардың сый-құрметінің көрінісі болып табылады. Іс-шараға қатысқан балалардың бәрін ескеру, ойынға қатыстыру жапондардың әр балаға деген жауапкершілігін көрсетеді. Ойындардың барлығы осындай еркін форматта өтеді. Бұл балаларға еркіндіктің маңыздылығын айқындайды. Бірақ соған қарамастан балаларды бір-бірін соғып қағып кету болмайды. Себебі ойын барысында ондай жағдай орын алса, бас иіп кешірім сұраудың маңыздылығы көрінеді. Ойын біткеннен кейін орнын жинастыру да ерте жасынан бастап үйретіледі. Жапония туралы